Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімін. Бүгін біз сіздермен периодтық заңдылығына сәйкес тапсырма орындаймыз. Біріншісі, иондану энергиясы дегенімізде. Иондану энергиясы бұл кез келген бір атомдағы, газдалған атомдағы бір электронды алуға, бір мол электрон алуға кететін энергияның мөлшері. Осыған сәйкес бізге белгілі бір элемент берілген, оның 5 иондану энергиясы көрсетілген. Біріншісі 1012 килоджоуль бөлінген моль, 1903 килоджоуль бөлінген моль, 2912, 4957, 6274, 21269 және 25398 килоджоуль бөлінген моль. Мұнда бізде бірінші иондану, екінші иондану, үшінші иондану энергиясы, төртінші иондану энергиясы, 5, алтыншы және жетінші иондану энергиялар көрсетілген. Бұл элемент қандай топқа жатады және оның себебін түсіндір. Қарайтын болсақ, бізде бірінші иондану энергиясы 1012, одан кейін шамамен 2 есеге өскен екінші иондану энергиясы, одан кейін тағы да 1,5-ге өскен, үшінші иондану энергиясы, тағы да 1,5-ге өскен, төртінші иондану энергиясы, тағы да сәл өскен, бесінші иондану энергиясы, алайда алтыншы иондану энергиясы 3,5 есеге өскен. Яғни бұнда 5-ші және 6-шы иондану энергияларының арасында айырмашылық өте жоғары. Айырмашылық жоғары. Бұл не деген сөз? Яғни сыртқы электрондарын, яғни сырт қабаттан бастап электрондарды алатын болсақ, біріншісі оңай, екіншісі, үшінші, төртінші, бесіншісі салыстырмалы түрде оңайырақ, бірақ алтыншысы өте қиын. Яғни бұл қай топ элементі? Әрине 5-ші топ элементіне жатады. 5-ші топ элементі. Мәселен, азот, фосфор деген сияқты. Келесі, егер де осы мынау белгісіз А элементі, бұл А элементінің А элемент бізде 5-ші топта жатады. Осы енді 5-ші топта орналасқан басқа бір элементтің бізге конфигурациясын анықтауымыз керек, және ол 2-ші периодта орналасқан деген бізге ақпарат бар. 2-ші периодта орналасса, 5-ші топ элементі бұл бізде азот болады. Азот, оның конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p3. Келесі бір элемент, Z деген элемент, келесі тапсырма, Z деген элемент, белгісіз. Бұл да А элементінің тобында орналасқан, яғни 5-ші топта орналасқан хлормен реакцияға түседі. Нәтижесінде Z хлор 2 деген қосылыс түзеді. Ондағы Z-тің және хлордың пайыздық мөлшерлері сәйкесінше 31-13 және хлордікі 68-87. Біріншіден, еске біз орташа салыстырмалы атомдық массаны түсірейік. Орташа салыстырмалы атомдық масса дегеніміз, бұл бізде көміртек 12-ші изотопының 12-ден 1 бөлігіне салыстырмалы түрдегі атомдық масса, атомның. Енді біз осы Z-тің орташа салыстырмалы атомдық массасын есептейік. Осы жерде біз таралуын ескере отырып, оны келесінде шығарамыз. 31-13 бұл Z элементінің таралуы, оның айыры бізде белгісіз. Келесі 68-87 бізде хлор элементінің таралуы, оның айыры бізде 35-5. Енді осы қатынасы бізде молекулалық формула бойынша 1:2 болып тұр. 1:2 қатынасында. Осы жерден біз теңдеу құрастыратын болсақ, көбейтеміз. 31-13 көбейтілген 35-5 бөлінген x көбейтілген
68-де 87 тең болады 2-де 1-ге. Нәтижесінде x-міз бізде 32-ге тең болады екен. Яғни бұл x элементі, атомдық салыстырмалық массасы 32-ге тең элемент, бұл бізде күкірт. Және молекулалық форма бізде S хлоры 2 күкірт хлориді болады екен. Келесі тапсырма. Үшінші периодтағы хлоридтер белгілі бір сумен белгілі бір реакцияға түседі екен. Сол реакцияларды болжап түсіндіріп көрейік. Бұнда бізде натрий хлориді берілген. Натрий хлоридінің сумен реакциясы, яғни бұл суда реакцияға түспейді, жай ғана ериді десек болады. Нәтижесінде бізде натрий плюс сулы ертіндісі және хлор минус сулы ертіндісі түзіледі. Ал үшінші периодтағы келесі элемент алатын болсақ, кремний хлоридінің суда реакциясында бұнда бізде реакция жүреді. Нәтижесінде кремний оксиді және H хлор түзіледі. Теңестіреміз. Енді бұндағы қандай айырмашылық және өзгешелік бар? Біріншіден, натрий хлориді бізде алып иондық кристалл торына ие, реакцияға түспейді, суда ол еріп иондарға бөлінеді. Натрий ионы және хлорид ионына ериді. Натрий хлориді бізде және иондық кристалдық торына ие. Иондық кристалдық торына ие. Ал екіншісінде кремний хлориді сумен реакцияға түседі. Реакция жүреді. Және молекуламыз бізде кристалдық тор емес, жай молекула болады. Жай молекула. Келесісі. Күкірт бізде фтормен реакцияға түсіп, күкірт фторидін түзеді. SF6 молекуласы. Бұндағы пішінмен аралық бұрышты болжап көр. Әрине SF6 бізде октаэдрлік пішін болады, және аралық бұрыш барлық жерде 90. Октаэдр 90 градус бұрышты көрсетеді. Сонымен оқушылар, тапсырмамыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.